Жұмыссыздық көбімізге таныс құбылыс деп сенімді түрде айтуға болады. Бұл құбылыспен ешқашан бетпе-бет келмегендердің өзі де күн сайын осы бір экономикалық кеселдің құрбаны болып жүргендерді кездестіреді. Жұмыссыздық әлеуметтік салдары ауыр экономикалық құбылыс. Қиялға ерік беріп, жылқының қазысынан басқа ештеңе өндірмейтін 40 адам тұратын Қазақстан деген ел мысалында жұмыссыздықты қарапайым сөзбен түсіндіріп берейік. Қазақстанның тұрғындары келесідей: бір фермер және оның 3 көмекшісі, бір қасапшы және оның 2 көмекшісі, бір шұжық цехының қожайыны және оның қол астында істейтін 10 жұмысшы, бір көлік компаниясының қожайыны мен оның 5 жүргізушісі, бір дүкен иесі мен бір сатушы, 2 тұрақты жұмысы жоқ бірақ белсенді түрде жұмыс іздеп жүрген адам, 2 еңбекке қабілетті бірақ жұмыс істемейтін және жұмыс іздемейтін адам, 5 студент. Оның барлығы 16 жастан асқан, зейнет жасына жетпеген, яғни Қазақстандағы еңбекке жарамды жас. 3 кішкентай бала мен 2 зейнеткер. Статистика органдары халықты жұмыс күші құрамына кіретін адамдар және жұмыс күші құрамына кірмейтін адамдар деп бөледі. Жұмыс күші немесе экономикалық белсенді халық деген еңбекке жарамды жастағы, жұмыс істейтін немесе белсенді түрде жұмыс іздеп жүрген адамдар. Ал енді Қазақстандағы жұмыс күшін есептеп көрейік. Қазақстан заңдары бойынша ең бірінші критерий 16 жастан 60 жасқа дейінгілер, яғни 16 жасқа дейінгі балалар мен зейнеткерлер жұмыс күшінің қатарына кірмейді. Екінші критерий жұмыспен қамтылу дәрежесі. Жұмысшы тобының құрамына кіру үшін не ол адамның жұмысы болуы керек, не белсенді түрде жұмыс іздеп жүрген болуы керек. Көріп отырғанымыздай, біздің жағдайда еңбекке жарамдылардың ішінде 2 адам жұмыс істемейді және жұмыс іздемейді де. Сонымен бірге, жұмыс істемейтін және іздемейтін, бар уақытын оқуға жұмсайтын 5 студент бар. Сонымен, Қазақстандағы жұмыс күшінің құрамы 28 адам, жұмыс күші құрамына кірмейтіндер 12 адам. Жұмыс күші дегеннің не екенін білеміз. Енді жұмыссыздықты есептеп көрейік. Қолда бар дерек бойынша біздің елімізде жұмысы жоқ 14 адам бар. Жұмыс күші қатарына кірмейтін 12 адам және белсенді түрде жұмыс іздеп, бірақ таба алмай жүрген 2 адам бар. Бірақ олардың бәрін бірдей жұмыссыздар қатарына жатқызуға бола ма? Жұмыссыздық деген жұмыс тобының қатарына кіретін, жұмысы жоқ және белсенді түрде жұмыс іздеп, таба алмай жүрген жағдай. Ендеше, Қазақстанда белсенді түрде жұмыс іздеп жүргенімен таппай жүрген 2 адамды ғана жұмыссыздар қатарына жатады. Бұл аз ба, көп пе? Оны түсіну үшін жұмыссыздардың жұмыс күшіндегі үлес салмағы қанша екенін қарайық. Басқаша айтсақ, жұмыс күшін бір тұтас десек, оның белгілі бір бөлігі жұмыссыз деген сөз. Біздің санағанымызды экономистер жұмыссыздық деңгейі деп атайды. Жұмыссыздық деңгейін пайызға шағып есептеуге болады. Ол үшін олардың үлесін 100%-ке көбейтеміз. Жұмыссыздық деңгейі 2-ні 28-ге бөлеміз, нәтижесін 100%-ке көбейтеміз, тең болады 7,14%. Яғни Қазақстандағы жұмыс күшінің 7,14% жұмыссыз. Осыдан соң сізде бірнеше сұрақ туындауы мүмкін, негізгілеріне жауап беріп көрейік. Зейнеткерлердің көпшілігі жұмыс істейді. Сонда олар бәрібір еңбекке жарамды тұрғындардың қатарына жатпай ма? Жауабы жоқ. Егер адамның жұмысы болса, жұмыспен қамтылу дәрежесі еңбекке жарамдылық жасынан басым болады. Яғни, жұмыс істейтін зейнеткерлер еңбекке жарамды халықтың қатарына жатады. Ал балаларшы? Ауылдық жерлерде 2 баланың бірі жасөспірім кезінен егіс алқабында жұмыс істейді. Ендеше олар неге жұмыс күшінің құрамына кірмейді? Өйткені 15 жасқа толмаған балаларды жұмысқа орналастыру Қазақстан заңдары бойынша балалардың құқығын бұзу болып есептеледі. Және ол үшін заң алдында жауапқа тартылады. Студенттерше? Студенттер заң бойынша еңбекке жарамды жаста болып есептеледі. Бірақ тек жұмыс іздеп жүрсе және жақын уақытта жұмысқа араласып кете алатын болса ғана жұмыссыздар қатарына жатады. Жұмыс істейтін студенттерді жұмысбасты деп есептейді. Егер студент жұмыс істемесе, немесе іздемесе және жұмыс істегісі келмесе, мұндай адамды жұмыссыздар қатарына жатқызбайды және олар жұмыс күшінің құрамына кірмейді. Ойдан шығарған елімізде тұратын азғантай адамның жұмыспен қамтылу көрсеткішін оп-оңай есептеп алдық. Ал миллиондаған халқы бар елдерде қалай есептеу керек? Соңғы сұрақ әбден орынды. Шын мәнінде жұмыспен қамтылу дәрежесін анықтау үшін әр адамды бақылап отыру ақылға сыйымсыз әрекет.
Буранда шығаратын зауытты көз алдымызға елестетіп көрейікші. Зауыт күн сайын миллиондаған жаңа буранда жасап шығарады. Бірақ цех қожайыны жарамсыз өнімнің үлесін білгісі келеді. Мұндайда не істемек керек? Міне, осы кезде ғылымға жүгінеміз. Ол ғылым статистика деп аталады. Бар болғаны шартты түрде 400 буранданы тексеріп ақ, осылардың ішіндегі жарамсыз буранданың үлесі қанша екенін көруге болады. 400 буранданың ішіндегі жарамсызы 5 дана болса, іріктемеге жарамсыз өнімнің үлесі 5-ті 400-ге бөлеміз, нәтижесін 100%-ке көбейтеміз. Тең болады 1,125%. Іріктеме репрезентативті болса, осы іріктеменің нәтижесін экстраполяциялауға болады. Яғни жарамсыз өнімнің үлесі 1,125% деп сеніммен айта аламыз. Немесе әр 400 бурандаға 5 жарамсыз бурандадан келеді деп те айтуға болады. Жұмыспен қамтылу және жұмыссыздық деңгейінде шамамен осындай әдіспен есептейді. Жыл сайын статистика органдары үй шаруашылығына зерттеу жүргізеді. Еліміздің әр аймағында статистика органдары үй шаруашылығының репрезентативті іріктеп, ауқымды әлеуметтік сауалнама жүргізеді. Соған сүйене отырып, жұмыссыздық деңгейін, экономикалық белсенді және белсенді емес халықтың үлесін есептеп шығарады.